түлкі мен қасқыр. Ертеде шал мен кемпір болыпты. Бірде шал кемпіріне: «Әй кемпір, бәліш пісіріп берші, мен балық аулап келейін» депті. Кемпір бәліш пісіріп беріпті. Шал балыққа барып көп етіп аулапты. Содан соң шанасын толтырып тиеп орманмен келе жатса, сол бойында түлкі жатады. Шал шананың үстінен түлкіні түртіп көрсе өліп қалған сияқты, қозғалмайды. Кемпіріме керемет сыйлық болды деп қуанып кетеді шал. Түлкіні балықтардың қасына тастай салып үйіне қарай тартады. Түлкі аңдып жатып, біраздан соң балықтарды бір-бірлеп жерге лақтыра бастайды. Барлық балықты лақтырған соң өзі де секіріп түсіп қалады. Үйге келген бойда шал кемпіріне айғай салып: «Кемпір, саған керемет сыйлық әкелдім. Ішіңе тамаша жаға болатын болды» дейді. Кемпірі қуанып кетіп: «Қане, қайда? Ол не сонда?» деп сұрайды. «Барлық көрсеңші өзің, балық та, жаға да, шана да жатыр» дейді шал. Кемпірі жүгіріп барып қараса, балық та жоқ, жаға да жоқ, шана бос. «Әй, кәрі суайт, алжысаң да ақыл қонбапты-ау, мені алдамақ болдың ба?» деп кемпір шалға ұрса бастайды. Шал далаға жүгіріп шығып, шананың бос екенін көреді. Сонда ғана түлкінің өтірік өліп жатқанын түсінеді. Өкінгенмен не пайда, болар іс болды. Түлкі балықтың бәрін жинап алып, рахаттанып шетінен жей бастайды. Сол кезде қасына қасқыр келіп амандасады да: «Монша балықты қайдан алғансың? Маған да берші» дейді. «Өзің аулап жесеңші» дейді түлкі қуланып. «Мен балық аулай алмаймын ғой» дейді қасқыр. «Өзенге барып құйрығыңды ойыққа сал да ірілі-ұсақты балықтар құйрығыма қатыңдар, ірілі-ұсақты балықтар құйрығыма қатыңдар» деп қайталап отыр. Сонда балықтардың өзі келіп құйрығыңа ілінеді. Алаң-асыр қасқыр түлкінің сөзіне сеніп, өзендегі ойыққа құйрығын салып: «Ірілі-ұсақты балықтар құйрығыма қатыңдар, ірілі-ұсақты балықтар құйрығыма қатыңдар» деп әндете бастайды. Мұны көрген түлкі масаттанып: «Сары шұнақ аяз сақырла, құйрығың берік қатыра» деп ыңғайланып: «Түлкі, не деп гөбірлеп отырсың?» деп сұрайды. Сонда қасқыр: «Саған тілекші болып балықтарды шақырып отырмын» дейді түлкі қуанып. Содан соң түлкі қасқырмен қоштасып кете қалады. Ал қасқыр ұзақ отырады. Отырған сайын құйрығы мұзға жабыса береді. Біраз уақыт өткен соң тоңып кеткен қасқыр құйрығын зарт етіп тартса, ауыр екен. «Балық көп ілінген екен деп зілдей болып кетіпті» деп қуана бастайды қасқыр. Осы кезде әйелдер өзеннен су алмақ боп келеді. Қасқырды көрген бойынша шошып, айғай салып, бір-бірін шақырады. Бәрі жиналып алып, қасқырдың құйрығы мұзға жабысып қалғанын көріп, бірі иығымен, бірі шелекпен ұра бастайды. Қасқыр әрлі-берлі құланғанып, бірақ құйрығы мұзға әбден жабысып қалған, жібермейді. Тіпті болмаған соң бар пәрменімен, шынтағымен қатты кезде құйрығын жұлып қалады. Қасқыр аман-есен құтылғанына қуанып, алды-артына қарамай зыта жөнеледі. Мән-жайды байымен енді барған қасқыр: «Тура тұр түлкі, жаныңды көзіңе көрсетемін» деп кіжінеді. Түлкі ауылға барып, тағы да айласын асырмақ боп аңдып жүрген бір үйдің терезесінен сығалап қараса, әйел самса пісіріп жүр екен. Самса ұрлап жемек болған түлкі ұн салған бөшкеге байызынып тығылып алады. Әйел оны байқап қойып тап берген кезде түлкі ады-артына қарамай мастан қаша жөнеледі. Қашып келе жатса, алдынан қасқыр шығады. «Сені ма сұрқия, сенің кесірінен өлімші боп таяқ жедім, құйрығымды жұлынып кетті, әрең құтылдым» дейді қасқыр кінжіліп. «Ой, ағатай, өй, ол ештеңке емес қой, менің миымды ағызып жіберді, міне, көрдің бе?» дейді түлкі жыламсырап. «Я, расында оңдырмапты ғой» дейді қасқыр жаны ашып. «Ауырып тұр ма? Мына түріңмен жүре алмайтын шығарсың, кел арқама мін, жеткізіп тастайын». Қасқырдың арқасына мініп алған түлкі қу түлкі
таяқ жеген таяқ жемегенді арқалап келеді, таяқ жеген таяқ жемегенді арқалап келеді деп ыңылдайды, бастайды. Түлкі Бикеш, не деп ыңылдап келесің деп сұрайды алаң-ғасыр қасқыр. Таяқ жеген таяқ жегенді арқалап келеді деп келе жатырмын ғой, депті түлкі қасқырдың арқасынан секіріп түсіпті. Тағы алдап соққан екен ғой, деп қасқыр ақымақ болғанын мойындапты. Ертегі қызық болса, менің каналыма тіркеліп кет, одан ары қарай тағы да қызықты ертегілер салатын боламын. Алтын жұмыртқа. Баяғы заманда шал мен кемпір болыпты. Олардың шұбар ала тауығы болған екен. Бір күні тауық өзі қатты, өзі тәтті жұмыртқа тауып әкепті. Шал жұмыртқаны әрлі-берлі ұрып жара алмапты, кемпір ұрып жара алмапты. Тышқан құйрығымен түртіп қалған кезде жұмыртқа бірден жарылып қалыпты. Мұны көрген шал да жылапты, кемпір де жылапты. Тауық қыт-қыт қақпас сықырлапты, жаңқалар желмен ұшыпты. Үйдің төбесі құлап кеткен ұқсайды. Осы кезде өзінен су әкелмек боп бара жатқан қыздар бұларды көріп құстарына келеді. Не болды? Неге зар еңіреп отырсыздар? Деп сұрапты. Қыздар, біз жыламағанда кім жылайды? Деп боздапты кемпір. Шұбар ала тауығымыз өзі тәтті, өзі қатты жұмыртқаны тауып әкеп берген еді. Ол жұмыртқаны шал ұрып көріп еді, жарылмады. Мен ұрып көріп едім, жарылмады. Тышқан құйрығымен түртіп қалып еді, сол бойда жарылып қалды. Мұны естіген қыздар қапаланып, ұрғанда шелектері жерге түсіп кетеді. Инашақтары сынып үйлеріне қос қайтады. Үйіне келген бойдақ қыздар шешесіне жүгіріп барып, анашым, сіз ештеңе де білмейсіз, бәрін бейхабарсыз. Бұл дүниеде неше түрлі сұмдық болып жатыр. Атай мен әжейдің шұбар ала тауығы өзі қатты, өзі тәтті жұмыртқа тауып әкелген екен. Ол жұмыртқаны атай қайта-қайта ұрып жара алмапты. Әжей қайта-қайта ұрып жара алмапты. Тышқан құйрығымен түртіп қалса, жұмыртқа сол бойда жарылып қалыпты. Сол себепті шал да жылапты, кемпір де жылапты. Тауық қыт-қыттап, қақпақ сықырлапты. Жаңқалар желмен ұшыпты. Үйдің төбесі құлап кеткенге ұқсапты. Біз де шелектерімізді жерге түсіріп, инағаштарымызды сындырып алдық. Мұны естіген әйел зар илеп жылайды, көзіне жас бұлақтайды. Қырсық шалғанда табағы жерге құлап түсіп, илеп қойған қамыры бұлғанып қалады. Осы кезде қолтығына кітабын қысып, қыздардың әкесі поп үйге кіріп келеді. Әйелінің қыздарының түрін көріп таң қалады. Сонда әйелі оған: «Әй, пірадар, сен ештеңе білмейсің, ештеңеден хабарың жоқ. Бұл дүниеде неше түрлі сұмдық болып жатыр. Шал мен кемпірдің шұбар ала тауығы өзі қатты, өзі тәтті жұмыртқаны тауып әкеліп. Жұмыртқаны шал қайта-қайта ұрып жара алмапты. Кемпір қайта-қайта ұрып жара алмапты. Тышқан құйрығымен түртіп қала, жұмыртқа сол бойы жарылып қалыпты. Сол себепті шал да жылапты, кемпір де жылапты. Тауық қыт-қыттап, қақпас сырқылдап, жаңғалар желмен ұшыпты. Үйдің төбесі құлап кеткенге ұқсапты. Қыздарымыз шелектерін жерге түсіріп алып, инашақтарын сындырып алыпты. Қырсық алғанда менің де табағым жерге құлап түсіп, илеп қойған қамырым бұлғанып қалды, депті. Мұны естіген поп қайғырып қолындағы кітабын умаждап, быт-шытын шығарып жыртып тастапты. Сәлем, менің тапқыр досым, менің каналыма қош келдің. Маған алдымен тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпа. Бізде бүгін суық немесе ыстық, өзіңе үй таңда, ыстық немесе суық айдарына қош келдің. Кеттік. Ыстық аралдарда немесе солтүстік полюсте. Ыстық немесе суық, өзіңе ойын-сауық таңда. Ал кеттік. Бассейнге шомылу немесе шаңғы тебу. Өзіңе жұмыс таңда. Ыстық жерде отырасың немесе суық. Иә, аспазшы болсаң, әрине ыстық жерде жүресің, мұзды аймақтарда тазалап, қарды күрейсің.
Өзіңе жейтін затты таңда. Ыстық немесе суық. Иә, ол біреуі ыстық шоколад, біреуі балмұздақ. Балалардың көбісі балмұздақ таңдағанына күмәнім жоқ. Өзіңе бөлме таңда. Ыстық немесе суық. Әрине, ана бөлменің атмосферасы от болып тұрғандықтан мен өзіме ыстығын таңдар едім. Өзіңе демалыс орын таңдап ал. Ыстық жер, суық жер. Өзіме ыстық қатты ұнамағандықтан мен тауды таңдадым. Сен қайсысын таңдадың? Өзіңе көлікті таңда. Ыстық немесе суық. Ыстықты таңдадым. Несін десеңіз, өрт сөндірушінің жұмысы ауыр. Негізінде екеуі де ауыр. Өзіңе саябақ таңда. Ыстық немесе суық. Мен болсам шомылатын жерді таңдар едім. Өзіңе тапсырма таңда. Ыстық немесе суық. Лайк басу немесе пікір жазу. Маған тіркеліп, маған лайк басып, пікір жазуды ұмытпа. Өзіңе бас киім таңда. Ыстық немесе суық. Өзің таңдағаның, мен ыстық бас киімді таңдадым. Әдемі кішкентай балаларға арналған. Өзіңе тағам таңда. Ыстық немесе суық. Таңдауыңды көрейік. Иә, мен окрошканы жақсы көремін. Ол бізде редиска шыққан кезде жейтін тағам. Өзіңе спорт түрін таңда. Ыстық немесе суық. Иә, волейбол ойнаған жақсы, бірақ та мұзда сырғанауды да жақсы көремін. Сен қайсысын жақсы көресің? Өзіңе сусын таңда. Ыстық немесе суық. Конечно, ыстық. Иә, салқын кола. Коланы бәріміз жақсы көреміз. Өзіңе аяқ киім таңда. Сенің таңдауыңды көрейін. Пікірге жаза кет. Өзіңе жеміс жидек таңда. Ыстық немесе суық. Маған кептірілген жемістердің түр-түрі ұнайды. Саған қайсысы ұнайды? Мұздатылған немесе кептірілген. Өзіңе киім таңда. Ыстық немесе суық. Мен өзіме шуба таңдадым. Не себепті дейсіздер ме? Біздің ауылымыз өте суық. Өзіңе таңдау жаса. Ыстық немесе суық. Жаңбырлы күн немесе қарлы күн. Негізінде қарлы күн ұнайды маған. Себебі шанамен сырғанағанды жақсы көремін. Өзіңе бассейн таңда. Ыстық күнде түсу, әлде суық күнде түсу. Маған суық күнде ыстық бассейнге түскен ұнайды. Саған қайсысы ұнайды? Комментарияға жаза кет. Менің видеом ұнаған жағдайда маған тіркеліп, комментария жазуды ұмытпа. Иә, ыстық нан өзіңе таңда. Мен болсам ыстық нан мен сары май жағып жегенді жақсы көрем. Осымен бітті. Сау болыңыздар. Сәлем досым, менің каналыма қош келдің. Бүгін бізде екі бірдей эмоцияды тап. Барлығы 30 сұрақ берілетіні 7 секунд. Алдымен менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментария жазуды ұмытпа. Ал бастаймыз. Бұны сен оңай табасың деп ойлаймын. Таптың ба? Әр тапқан жауабыңа 1 балды өзің есептеп отыр. Бұл жақта да 2 бірдей жауап бар, соның қалағанын өзің табуыңа болады. Таптың деп ойлаймын. Бұл жерде де өзіңіз көріп тұрғандай 2 жауап, 2 жауаптың қайсысы ұнайды, соны тапсаңыз болады. Әр тапқан ұпайды өзіңіз санап отырыңыз. Бұл әрине оңай деп ойлаймын. Иә, бұл жерде де
үшеуі бірдей қатарынан тұрғандықтан өзіме оңайлығын таңдадым. Енді бұл сәл қиындау деп ойлаймын. Молодец, таптың деп ойлаймын. Бұл жерде де сәл қиындау деп ойлаймын, өйткені майда болғандықтан, я? Молодец, мен сені тапты деп ойлаймын. Оңай және тез. Бұл жерде де тез табасың деп ойлаймын. Тапқан болсын, ұпайыңды санап отыр. Сәлем досым, менің каналыма қош келдің. Менің каналыма алдымен тіркеліп, лайк басып, колокольчик басуды ұмытпа, жарайды ма? Алдында менде бауырсақ ертегісі болған. Осы да бізде шалған ертегісі. Ертеде
ешкі жүні бөртеде баяғыда бір шал мен кемпір болыпты. Шал өзінше болып шалқан екпекші болып шалқан егеді жерге. Шалқанды соншалықты күтім жасағандықтан шалқан үлкен болып өседі. Сол үлкен шалқанға риза болған шал шалқанды ұстап, ары-бері жұлқып тартып жөнеді. Ары тартады, бері тартады, жаңағы шалқанды жұла алмайды. Одан соң ол өзінің кемпірін шақырады. Кемпірі келеді. Кемпір шалдан, шал шалқаннан ұстап, ары тартады, бері тартады, тағы да тарта алмай қалады. Содан кейін кемпір өзінің немересін шақырады. Немересі келеді. Немересі апасынан, апасы атасынан, атасы жаңағы шалғаннан ұстап, ары тартады, бері тартады, жұла алмайды. Сол кезде немересі итті шақырады. Ит келеді. Ит немересінен, немересі апасынан, апасы атасынан, атасы шалғаннан тартады. Ар тартады, бер тартады, тағы да шығара алмайды. Ит мысықты шақырады. Мысық кезбеңденіп, иттің артынан, ит немересінің, немересі атасын, апасынан, апасы атасынан, атасы шалқаннан ар тартады, бер тартады, тағы да шығара алмайды. Одан кейін мысық тышқанды шақырады. Тышқан мысықтан, мысық иттен, ит немересінен, немересі апасынан, апасы атасынан, атасы шалқаннан ұстайды. Ары тартады, бері тартады, жаңағы шалқанды жұла алмай әлек болады. Бір кезде тышқан қатты жұлып тартып қалса, жаңағы шалқан жұлынады. Сөйтіп бәрі мәз-мейрам болып қуанады. Менің каналыма тіркелуді ұмытпа, досым. Қызық болса, лайк басып, комментария жазуды ұмытпа. Сау болыңдар. Сәлем достар, бізде бүгін көк помидормен салат. Бізге ол үшін алдымен көк помидорымызды жуып алу керекпіз, тазалап. Одан кейін оны 4 бөлікке теңдей қылып бөлеміз. Бұл помидорды кез келген тағаммен жей берсеңіздер болады. Особенно макарон қуырған кезде күшті дәм болады ғой. Помидорымызды 4 бөлікке бөлеміз. Одан кейін бұған домалақ горошка, қара перец саламыз, тұз саламыз, құмшекер саламыз, уксус құямыз, чеснок, перец, ашты перец, және де өздеріңіз қалауларыңызбен болгарский, қызыл болгарский салсаңыз да болады. Бізде енді балдарым кішкентай болғандықтан қара болгарский, көп қызыл болгарский қоспадым. Ашты бұрышында көп қымадым, 3-ақ дәнегін салдым, 3 данасын салдым. Сөйтіп укроп турап, чесногын бәрін салып турап, өстіп араластырып, әдемі салат, қысқа салат жасап қойдым. Менімен бірге болыңыздар, менің каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар.
Сәлем достар, бізде ассорти компот жабуды үйренеміз, және бізге оған өздеріңізге қалаған нәрсемен жаба берсеңіздер болады. Мысалы, менде мұнда шие, лимон, апельсин және де шапталы мята да бар. Арасында сүйтемізді, бәрін үстіне бір су, қайнаған су құйып аламыз да 15-20 минутке қойып, қайтадан сол суды өзіне құямыз. Құйып, әдемлеп, қайнағанын күтеміз. Оға дейін қанттарды салып бастаймыз. Мен қантты 200 граммнан бастап салам. Анау қолымдағы ыдысы менің кәдімгі пепсидің бокалы. Сол весиға өлшесеңіз, осы ровно 250-220 грамм қант болады. Сөйтіп барлығына қант салып шығамыз да, жаңағы өзінің төккен қайнаған суды өзіне қайтып құямыз. Не себепті десеңіздер, негізінде мен бір-ақ рет үстіне су құймай құя беретінмін. Кейін осыны үйреніп алып, осылай жасайтын болдым. Және де бұл компот атылмайды и жақсы сақталады, білесіздер, дәмі өте керемет, күшті болады. Енді бәрін құйып шыққан кейін ақырындап жауып бастаймын. Жапқаннан кейін көз жеткізу үшін оны жерге қарай домалатып, және де ары бері қанты ерсін деп қимылдатып бұлғайтын боламыз. Ары бері домалатамыз, ішінде қанты ерсін деп. Және де бұны мен астына төңкеретін кезде астына жұмсақ кәдімгідей не төсеп барып төңкеріп қоямын. Және мен бұны орамаймын. Сіздер орайсыздар ма, орамайсыздар ма, осыны комментарияға жаза кетіңіздер. Менімен бірге болыңыздар, тағы да көптеген видео шығаратын боламын. Мені қолдап кетіңіздер және менің каналыма тіркеліңіздер. Рахмет. Бәріңе сәлем, тапқыр достар, қалдарыңыз қалай? Менің каналыма қош келдіңіздер. Мені көрмей жатып, менің арналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Я жоқ, ойынның барлығы 20, табуға 5 секунд береміз. Ал кеттік. Өзіңе осындай сыйлық қалайсың ба? Я немесе жоқ. Демалысында мына орынға барар ма едің? Мына телефонды қолданар ма едіңіз? iPhone 15. Мына жерге қыдыруға баратын ба едіңіз? Немесе жоқ. Бұл бізде Париж. Мынандай кәмпитті жейтін ба едіңіз? Немесе жоқ. Бұл қатты тас кәмпит. Өзіңе осындай машина таңдайтын ба едің? Немесе жоқ. Мынандай компьютер қалар ма едіңіз? Немесе жоқ. Досыңа осындай телефон сыйлар ма едің? Мынандай аяқ киім киер ме едіңіз? Немесе жоқ. Мына затты қалар ма едіңіз? Немесе жоқ. Әрине, зәулім үй. Оған бүкіл ақшаңды берер ме едің? Немесе жоқ. Ол сенің анаң. Осындай бөлмеде тұрар ма едің? Немесе жоқ. Осы затты ішер ме едіңіз? Немесе жоқ. Кола, демек Кока-кола. Мына тағамды күніне жер ме едіңіз? Бургер. Үйіңізге мынандай жануар кіріп кетсе қайтер едіңіз? Мына төсекке жатар ма едіңіз? Немесе жоқ.
Мына десертті жеп көрер ме едіңіз? Иә немесе жоқ? Бұл торттың бөлігі. Сізді осында үй жануары болғанын қалар ма едіңіз? Бұл жолбарыс. Оған тамақ беретін бе едіңіз? Иә немесе жоқ? Бұл бізде піл. Бұл затсыз бір ай өмір сүре алатын бе едіңіз? Шолық. Менің арнама тіркелуді ұмытпаңыз. Бәріне сәлем. Бүгін бізде шындық немесе жалған ойыны. Мен сіздерге қызықты сұрақтар қоятын боламын. Барлығы 21 сұрақ табуға жетсек. Сіз білмейтін қызықты сұрақтар болады. Бұл ойынды достарыңызбен ойнасаңыз болады. Ең қызықты. Кеттік. Мен бастаймын. 8 аяқта 2 жүрек болады. Жалған. 8 аяқта 3 жүрек болады. Қай біреуі жүзген кездегі айналымда болады, екеуі жүректегі қан айналысына итеріп тұрады. Найзағай ешқашан бір жерге 2 рет тұрмайды. Шындық немесе жалған? Бұл толықтай жалған. Найзағай кез келген жерге ұра береді, оның тоққа жақындығы болса, ешқайда бұрылмай кете береді. Балаларда үлкендерден гөрі сүйектері көп. Бұл толықтай шындық. Туылған кезде нәрестенің сүйегі 300-350 болады, ал ересектердікі 206. Өмір бақи. Су сиырдың терісі қызыл түсті. Бұл шындық. Су сиырды сипасақ тері емес, бұл май, ал су сиырлар ыстықты жақсы көре бермейді. Страус қауіп сезген кезде басын құмға көміп алады. Бұл жалған. Шын мәнінде страус басын құмға тықпайды. Ол тек қана еңкейеді. Содан кейін өзін Құлтырауындар ағаштардың үстіне шыға алады ма? Шындық немесе жалған? Бұл таза шындық. Құлтырауындар 6 метрлікке немесе 4 метрлікке көтеріледі. Ол салмағына байланысты.
Сәлем досым, менің каналыма қош келдің. Менің каналымда бүгін коробка арқылы сыйлық таңдаймыз. Барлығы 30 короб, таңдауға 7 секунд берек. Сәттілік. Сыйлықты таңда, кез келген қорапты таңдада, өзіне лайықты сыйлықты ал. Кеттік. Мен өзім таңдағаным екіншісі болған. Сен қайсысын таңдадың? Иә, қайсысын таңдайды екенсіздер? Сізге ұнап жатыр ма? Ұнаған болса, менің каналыма тіркеліп, подписация жасап, лайк басып, қоңыраушаны басуды ұмытпа.
сәлем досым, менің арнама қош келдің. Менің арнама жазылмаған болсаң, жазылып алуды ұмытпа. Бізде бүгін я немесе жоқ, барлығы 30 сұрақ, берілетін секунды 7 секунд. Бастаймыз. Осындай жерде тұратын бетіміз я немесе жоқ. Дубай. Мынандай сыйлықты досыңа сыйлар ма едіңіз? Я немесе жоқ. iPhone 15. Бұл киноны көрдіңіз бе? Я немесе жоқ. Один дома, бұны бәрі көрді деп ойлаймын. Осы бір адамға көмектесер ме едіңіз? Я немесе жоқ. Иә, алғаш адам көмектесер ме едіңіз? Осы бір көлікті өзің алар ма едің? Осы ойынды ойнайтын ба едіңіз? Я немесе жоқ. Игра кальмаров. Мына көлікпен жүрер ме едіңіз? Я немесе жоқ. Жигули. Мына тағамды ұнатасыз ба? Я немесе жоқ. Өзбекский плов. Бұл аяқ киімді киер ме едіңіз? Я немесе жоқ. Қызықты крокодилдан жасалған аяқ киім. Мына сусынды ішер ме едіңіз? Я немесе жоқ. Сүт. Осы сіздің үйде тұрғанын қалайсыз ба? Я немесе жоқ. Шырша, яғни елка. Таңғы асқа осы тағамды қалар ма едіңіз? Я немесе жоқ. Жұмыртқа және қасында кофесі бар. Осы тамаққа ақшаңды жұмсар ма едіңіз? Я немесе жоқ. Суши сет. Анаңа осы сыйлықты сыйлар ма едің? Я немесе жоқ. Шуба.
сәлем менің досым, менің каналыма қош келдің. Бүгін бізде мультфильм айдарын табу, барлығы 30 сұрақ, берілетін уақытында 7 секунд. Дайын болсаң, біз бастаймыз.
ертеде ешкі жүні бөртеде шаруа мен аю болған екен.
бір шал орманның жиегіне шалқан екпек болады. Топырақты аударыстырып, жұмысқа кірісіп кетеді. Бір кезде қасына аю келіп, «Әй шал, мен сені жеймін» деп ақырады. «Мені жеме, есесіне шалқаным піскен соң өзім тамырын алып, саған сабағын берейін» дейді шал. «Жарайды, солай болсын, тек алдайтын болсаң, мен жақсылық күтпе» деп аю орманға кіріп кетеді. Шалқан өте ірі әрі дәмді боп өседі. Күзде шал шалқандарын қазып алуға келеді. Осы кезде аю да орманнан шығып, «Шал, шалқанды бөлісетін кез келді, менің үлесімді бер» дейді. «Жарайды, уәде бойынша сен сабағын ал, мен тамырын алайын» дейді шал. Сөйтіп шал шапырақтың бәрін аюға қалдырып, өзі шалқанның арбаға тиеп алып кетеді. Шал шалқанның аз ғана бөлігін өзіне қалдырып, басқасын базарға сатып жібереді. Қаладан қайтқан шал орманмен келе жатса, алдынан аю шуға келеді. «Әй шал, қайдан келе жатырсың?» деп сұрайды. «Базардан келе жатырмын. Тамырларымды сатып едім» дейді шал. «Кәне, берші, тамырдың дәмін көрейін» дейді аю. Амал жоқ, шал аюға шалқанын береді. Шалқанын жеп көрген аю бұлқан-талқан боп ашуланады. «Сен мені алдаған екенсің, маған берген сабақтарың ап-ащы, ал өзің қалдырған тамырларың өте дәмді екен. Әдігері орманға келуші болма, енді көрсем жеп қоямын» дейді. Шал, ашуланба, келесі жолы тамырын сен ал, сабағын мен алайын дейді. Аю біраз ойланып келіседі. Көктем де келді. Шал өткен жылы шалқан өсірген алаңға қара бидайдың дәнін себеді. Бидай бітік өсіп шығады. Сабағы биік, масағы ауыр, дәндері ірі болады. Шал қара бидайды орып алуға келсе, аю күтіп отыр екен. «Шал, менің үлесімді бер, тек бұл жолы алдай алмайсың, тамыры маған, сабағы саған» дейді аю. Шал қуанып кетеді. «Айтқаның болсын, тамырыңды ала бер, мен ақ сабағын алайын» дейді. Шал қара бидайдың жиып алып, тамырын аюға береді де, өзі сабағын арбаға тиеп ап, ұн тартқызу үшін диірменге алып кетеді. Аю қара бидайдың тамырын жеп көрмек боп, әрі шайнайды, бері шайнайды. Дәмі жоқ. Шал алдап кеткенін біліп, аю әбден ашуланады. Содан бері шал орманға кіруге қорқып, сақтанып жүреді екен. Тағы да ертегілер шығаратын боламын. Менің каналыма тіркеліп, комментария жазуды ұмытпа досым.